Рамина және таудың жүрегі. Ертеде Рамина есімді қыз өмір сүріпті. Ол таулардың етегінде кішкентай үйде тұрды. Рамина тауларды қатты жақсы көретін. Күн сайын биік шыңдарға қарап, бір күні соларға көтерілуді армандайтын. Бір күні ауылдағы қарт бақташы оған аңыз айтып берді. Ең биік тауда таудың жүрегі жасырылған. Ол жарқырап тұрады және тек мейірімді адам оны ұстай алады. Егер оны тапсаң, таулардың күші саған беріледі және бір тілегін орындалады. Рамина бұл сөздерді естігенде жүрегі толқып кетті. Ол таудың жүрегін табуды қатты қалады. Жылы шапанын, нан мен суын алып, жолға шықты. Жол қиын болды. Қатты жел соқты, өзендер жолып жапты, ал жартастар биік еді. Бірақ Рамина ештеңеден қорықпады. Ақыры ол шыңға жетті. Онда үлкен мұзды үңгір бар екен. Оның ішінде көгілдір жарықпен жарқыраған тас жатты. Рамина тасқа қолын соза бергенде кенеттен дауыс естілді. «Кімсің сен, батыл қыз?» Қараса, алдында таудың рухы тұр. Ол биік әрі көзі қардай жарқырайды. «Мен Раминамын, таудың жүрегін табуға келдім», деді қыз. «Ол саған не үшін керек?» деп сұрады рух. Рамина ойланып қалды. Ол сиқырлы тастың күшімен қалағанын орындай алар еді. Бірақ кенет түсінді, оған ешқандай сиқыр керек емес. Ол таулардың жақсы көреді және өз күшімен кез келген шыңға шыға алады. Мен таулардың күші маған берілсін деп ойладым. Бірақ қазір түсіндім, менде күш онсыз да бар. Мен тауларды жақсы көремін және қорықпаймын, деді Рамина. Рух жымиып, сен бәрін дұрыс түсіндің. Нағыз күш сенің жүрегінде, деді де ғайып болды. Ол жарқыраған тас бір сәтке жарқ етті де көгілдір жарыққа айналып жоғалып кетті. Рамина қуанып ауылына қайтты. Енді ол сиқырлы тас іздемейтін болды. Ол өзіне сенсе,